Сәлем оқушылар, сіздермен Мәншүк химик. Бүгін сіздермен 8-ші сыныпқа арналған тжб тапсырмаларын бірге жасайтын боламыз. Неше кеттік. Натрий хлор, рубид, яғни мына берілген элементтерді период және топ бойынша бөліп жазуымыз керек. Енді осыны жазалымыз үшін біз периодтық кестедегі топтың периодтың қайда орналасқанын білуіміз керек. Яғни период дегеніміз периодтық кестеде көлденең орналасқан қатарларды айтамыз. Көлденең орналасқан қатарларды. Ал топ деген ол тігінен орналасқан қатарлар. Енді мына жерде берілген бізде элементтер натрий, хлор. Қараңыздар, өздеріңіз натрий бізде 3-ші периодта тұр. Демек 3-ші периодқа басқа да натрий мен басқа да элементтер бар ма орналасып тұрған? Соларды теріп жазыңыздар. Натрий, одан кейін 4-ші топта тұр. Кремний, одан кейін фосфор бар, сол топтан. Натрий, кремний бар, одан фосфор кетті, и хлор бізде 7-ші топта. Міне, бұларды қарасаңыздар 3-ші периодта орналасқан, яғни бір периодта орналасқан. Натрий, кремний, фосфор, хлор. Бұлар бізде бір периодта орналасқан элементтер. Келесі топ бойынша орналасқан элементтер. Топ деді, бұлар тігінен тұрған элементтер. Натрий, яғни бұлар бірінші топта орналасқандар. Натрийдің астына түссеңіздер рубидий тұр. Рубидийден кейін тағы астында цезий тұр. Цезийден кейін франций тұр. Яғни бұлар бірінші топта орналасқан элементтер. Бір ғана топта тұр қатарынан. Міне бұларды период және топ бойынша орналастырдық. Келесі сұрақ, мына эсседе мына күкірт және магний элементтерінің периодтық жүйедегі орны және атом құрылысын көрсетіңдер дейді. Периодтық жүйені ашып қараймыз. Кремний бізде қайда орналасқан? Так, кремний деп жазайын. Кремний бізде 3-ші периодта, 3-ші период, яғни 3-ші период, периодтық кесте бойынша сипаттап жатырмын. Енді топ бойынша 6-ші топта. 6-ші топта. Негізгі топшасында. Білесіздер, топ 2-ке бөлінеді, негізгі және қосымша деп. Негізгі топшасында орналасқан. Яғни бұл периодтық кестеде қалай орналасқандығы. Енді осы күкірттің атомдық нөмірі қанша? Ол бізде плюс 16. Атомдық массасы 32. Тағы айта аламыз оны туралы. Протон, нейтрон сандары 16-ға тең. Яғни 38-дің 16-ны азғыз есептейсіздер. Енді периодтық жүйедегі орын айттық, оның атом құрылысын көрсетіңдер дейді. Атом құрылысын салатын болсақ, оның реттік нөмірін жазып аламыз, яғни бізде ол плюс 16. Енді оның қаншасыншы периодта тұрғанын қарайық. Ол бізде 3-ші периодта тұр. Демек 3-ші периодта тұрса, ода 3 қабат бар, 3 деңгейлі қабат. Әр қабатта электрондар орналасқан. Бірінші қабатта, яғни бірінші периодта қанша электрон бар екенін білу үшін біз бірінші периодта орналасқан элементтерге қараймыз. Ол жақта бізде 2 элемент бар. Сутек және гелий деген. Келесі 2-ші периодта орналасқан элементтерді қараймыз. Ол жақта 8 электрон. Одан кейін 3-ші периодта өзі орналасқан, демек өзіне дейінген санаңыздар натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор и күкірт. Сонда 6-шы өзі тұр екен, демек 6 электрон бар. Яғни оқушылар мынаның барлығын қосқан кезде сіздерде мына 16 шығады. Енді бұл атомдағы электрондардың орналасқандығын жаздық. Жеке-жеке қай қабатта қанша электрон бар екендігін. Енді осылармен біз күкірттің электрондық формуласын саламыз. Ол бізде 1s2, яғни бірінші қабатта 2 электрон бар деген сөз мынау. S деген бізде бірінші және екінші топтың элементтер. Келесі 2-ші қабаттың есінде 2 электрон бар. Ал 2-ші қабаттың P-да 6 электрон бар. 3-ші қабаттың S-інде 2 электрон бар. 3-ші қабаттың P-сында 4 электрон бар. Мынаяқтағы жоғарыдағы үстіндегі дәрежеге жазғандардың барлығын қоссаңыздар, бізде мынау 16-мыз шығады. Бұл күкірттің электрондық формуласы. SP деген есте түсіріңіздер. S деген сөзде бірінші, екінші топты металдар, элементтер. Ал P дегеніміз көбінесе бейметалдар. Ол бізде периодтық кестеде сіздердің кітаптарыңызда көк түспен тұр. Яғни
П бізде 4-ші болып тұр. Демек, алюминий, кремний, фосфор, күкірт. 4-ші болып тұрған, Ал алдыңғы натрий мен магний олар ес элементтері. Жақсы. Міне бұл күкірттікі. Дәл осы секілді магнийтікін жасаймыз. Магнийтікін ауызша айтып кетейін, өздеріңіз жазып алыңыздар. Магний бізде 3-ші периодта орналасқан, 2-ші топтың негізгі топшасында орналасқан элемент. Ол металл. Одан айтпаппыз, металл. Мына жақта күкіртте бейметалл оқушылар. Бейметалл. Металл бейметалл екендігін анықтау керек. Кеттік. Магний металл. Оның атомдық массасы 24, ал атомдық нөмірі 12. Протон саны 12, нейтрон саны 12. Оны табу үшін 24-тен отырған реттік нөмірді тапсырдыңыздар, сол кезде нейтрон саны шықты. Енді оның электрондық формуласын жазу үшін атом құрылысын салайық. Период бойынша сипаттағанды мен ауызша айттым, соны жазып алыңыздар. Енді магний плюс 12 дедік. Енді ол 3-ші периодта орналасқан, демек 3 қабаты бар. 2, 8, 2. Мынаны қоссаңыздар 12. Демек 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Мінекей бұл магний элементінің электрондық формуласы. Ода 3-ші периодта орналасқандықтан 3 қабат бар. Осылай жазасыздар. Келесі тапсырма, бізде кесте берілген. Кестеде қосылыстар берілген. Элемент. Бұл жерде заттың аталуы, біз оның формуласын жазауымыз керек, яғни сөзбен жазғандарды, және олардың байланыстарын анықтауымыз керек. Хлор дейді. Бір ғана элемент. Кальций карбонаты. Кальций СО3. Келесі барий сульфаты. Барий СО4. Алюминий силикаты. Алюминий 2, силициум О3, өйткені алюминий бізде плюс 3, ал мынау кремний О3 деген минус 2-ні көрсетеді. Хром металл күйінде, одан көміртек графит дейді, тек қана бір элемент. Енді осы жерден біз бұлардың химиялық байланыс типтерін анықтаймыз. Хлор элементі. Хлор бізде бейметалл, Хлор бізде бейметалл. Екі бірдей атом, электр тергістері бірдей атомдар арасында жүретін байланыс бізде ковалентті полюссіз байланыс дейді. Ковалентті полюссіз байланыс. Келесі, кальций карбонаты құрамына қараңыздар. Кальций бізде металл, көміртек бізде бейметалл, оттек бізде бейметалл. Демек, металл мен бейметалдарының арасында болып жатқан байланыс. Бұның байланысы иондық байланыс. Келесі, барий сульфаты. Бұл да тура кальций карбонаты секілді. Барий металл, СО4 деген С, және О оттектер бізде бейметалл. Сол үшін байланыстың типі иондық болады екен. Келесі, алюминий силикаты. Бұл да бізде иондық байланыс болады. Келесі, хром. Хром бізде тек қана бір ғана металл, демек металдық байланыс. Металдық байланыстың кристалл торында металдар және металдың иондары болады екен. Көміртек графит бізде көміртек, графит, алмаз бәрі. Демек, ковалентті полюсті байланыс екен. Енді олардың кристалдық торларын анықтаймыз. Хлор бізде ковалентті полюссіз, демек бұның кристалдық торы молекулалық болады екен. Молекулалық кристалл тор. Келесі, кальций карбонаты иондық, демек иондық кристалл тор. Барий сульфаты да иондық кристалл тор. Келесі, алюминий силикаты иондық. Ал хром бізде металдық, демек металдық кристалл тор. Одан ковалентті полюс, көміртек бізде атомдық кристалл тор болады екен. Негізгі оқушылар, осылай өздеріңізге кестені толтырасыздар. Егер сіздерге басқа элементтер, басқа қосылыстар берген болса, бұл жерде маңызды кристалл тормен байланыс типін анықтау. Ол үшін менің осы YouTube каналымда осы байланыс типіне және кристалл торға арналған сабақ бар. Сол жерге қарасаңыздар, мысалдар берген. Соны жақсылап қарашсаңыздар, өздеріңіздің тапсырмаларыңызды орындай аласыздар. Кеттік, бізде енді келесі есеп екен. Жарақатты марганцовканың
калий марганец 5% ерітіндісімен дезинфекциялайды. 200 грамм ерітінді дайындау үшін судың және марганцовканың қандай массаларын алу қажет дейді. Бұл жерде 5% бар. Демек біз 5%-дан құтылуымыз керек. Мына 5%-ды біз пропорция арқылы таза граммын шығарып алуымыз керек. 200 грамм ерітінді, демек ерітіндінің массасы 200 грамм. Берілген жазайын. Берілгені бойынша процент калий марганец өтеді, яғни марганцовканың бізде 5% берілген екен. Ал масса ерітінді ол 200 грамм екен. Не табу керек бізге? Табу керек масса су және масса калий марганец 14. Яғни марганцовканың массасын табу керек. Ерітіндіге қатысқан, е. Енді мына бізде 5% берілді. 200 грамм ол ерітіндінің массасы, яғни жалпы ерітіндінің ішінде бізде еріген зат және еріткіш бар, е. Сол ерітінді, жалпы ерітіндіміз 200 грамм, оны біз 100% деп аламыз. Ал 5%-мыз X, яғни 5%-да қанша грамм болған марганцовка. Оны 5% алынған, ал сол 5%-ы қанша грамм екенін анықтауымыз керек. Сөйтіп біз марганцовканың массасын табамыз. Сөйтіп 200-ді 5-ке көбейтіп, 100-ге бөлген кезде 10 грамм шығады. Демек, 10 грамм калий марганец 14-тің оқушылар. Марганцовканың массасы уже бар. Енді қараңыздар, біз білеміз, мына формуланы масса ерітінді тең масса еріген зат, естеріңізге түсіріңіздер, және қосылған масса еріген зат және масса еріткіш. Осы формула бар. Енді бізде осы жерде масса ерітіндіміз 200-ге тең. Тең еріген затымыз марганцовка, судың ішінде еріп тұрған марганцовка. Ол бізде 10 грамм екен таптық. Енді қосылған еріткіш ол X бізде. Яғни еріткіш ол суды біз табуымыз керек. Қанша грамм суда марганцовка 10 грамм еріген екен. Енді қараңыздар, мына жерде 200 тең болады, қаншаға 10-ға қаншаны қосқан кезде 200 болады. Әрине 190-ды қосқан кезде. Ой, қателескендім. 100 деп. Мына жерде 10 оқушылар. 10 қосу 190, 190-ға 10-ды қоссаңыз, сізде 200 грамм шығады. Демек, табу үшін масса еріткішті, немесе масса суды табу үшін 200-ден азайтамыз 10-ды. Шығады 190 грамм. Сонда 190 грамм су және 10 грамм марганцовка алынған екен. Жауап 190 және 10 грамм. Осы екеуі жауап. Біреуін таубасаңыз, еріген затты еріткішті, сізде онсызда көбінесе ерітінді белгілі болады, сол кезде осы формулаға саласыз. Азайтып, қосып деген сияқты. Жақсы. Келесі есебіміз. Металдық қасиеті артатын қатарды көрсет дейді. Қай вариант бізде металдық қасиеті артады? Бұны белгілеу үшін оқушылар біз білуіміз керек, қай металл бізде металдық қасиеті жоғары қай металл екендігіне, ең мықты, күшті металл қайсысы? Биметалдарды солай біліп алу керек. Енді біліңіздер, ең мықты, ең күшті бізде металл ол цезий. Цезий. Ал ең мықты биметалл бізде франций. Осылай біліп алсаңыздар, енді мына жерге қарап анықтай бересіздер. Біріншісіне мысалы металдық деді, металдық қасиет, яғни тек металдарды қараңыздар. Мына азот берілген, демек бұны алмайсыз. Мына натрий мен H берілген, бұны да алмайсыз. Натрий металл болғанмен H бізде сутек. Керек емес, бізге тек металдар табуымыз керек. Мына жақта сынаппен белгілей алған келесі калий мен франций. Енді қараңыздар, калий бізде бірінші топта орналасқан, франций бізде бірінші топта орналасқан. Демек, ең мына жерде элементтер бар. Рубидий, цезий, натрий, литий сияқты элементтер ортада бар. Демек, металдық қасиет бізде топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады. Яғни, ең мықты металымыз бізде төмен жақта, франций жақта орналасқан. Сол үшін сіз францийге қарай металдық қасиет артып тұрғанын көрсетесіз. Яғни, мынау бізде вариантты. Ең мықты металл астында жатыр. Демек, натрийден жоғары францийге қарай, то есть калийден
төмен қарай бізде металдық қасиет артады. Сол үшін д вариантын белгілейсіз. Келесі сұрақ: еріген зат жоғары болатын болса ерітіндіден, онда ол концентрлі деп аталады. Концентрлі. Енді келесі бір түрі бар ерітіндінің. Ол еріген заттың ерітіндегі мөлшері аз болса, ол сұйытылған деп аталады. Сұйытылған. Келесі сұрақ: азоттық қышқылдың арасындағы байланыс. Азоттық қышқыл. Бірінші біз азоттық қышқылдың формуласын жазып қояйық. Азот қышқылы, бірақ бұл жақта қараңыз, азоттық қышқыл дейді. Демек, HNO2, HNO3 болса, ол азот қышқылы. Біз жақта азоттық қышқылды сұраған екен, арасына байланыс. Енді қараңыздар, мына азоттық қышқылдың құрамына қараңыздар. HNO3. Демек, бізде сутек бейметалл, келесі азот бізде бейметалл, оттек те бізде бейметалл. Құрамы тек бейметалдардан тұр. Одан кейін әртүрлі бейметалдар тұр. Ковалентті байланыс, оның ішінде полюссіз, то есть полюсті байланыс. Ал полюссіз бізде тек бірдей еді, хлор 2, йод 2, оттек 2 деген сияқты. Ал мына жақта әртүрлі бейметалдардан құралған. Демек, бұл ковалентті полюсті байланыс болады. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін сипаттайтын формуланы жазыңыз дейді. Формуланы жазайық. Массалық үлес, масса еріген зат бөлінген масса ерітінді жалпы көбейту 100%. Осы формула бізде ерітіндіге еріген заттың массалық үлесін сипаттайтын формула болып табылады. Келесі есебіміз: массасы 200 грамм натрий хлориді ерітіндісіне 40 грамм су қосылды. Алынған ерітіндегі тұздың массалық үлесін есептеңдер дейді. Есептейік. Берілгені бойынша бізде ерітіндінің массасы 200 грамм екен. Ерітінді 200 грамм екен. Одан кейін тұз деді. Масса тұз. Натрий хлориді тұз деп отқанымыз, анықтап жазайын. Массасы натрий хлордың. Массасы емес екен, пайыз берді. Омега. Ол бізде 15% екен. Ал судың массасы 40 грамм. 40 грамм су қосылған. Табу керек нені? Массалық үлес натрий хлориді. Тұздың массалық үлесін табуымыз керек. Енді қараңыздар, есепке қарайық. 200 грамм 15% натрий хлориді ерітіндісіне 40 грамм су қосылған. Алынған ерітіндегі тұздың массалық үлесін есептеңдер. Яғни 200 грамм 15% болса, демек 15%-ын біз тауып керек. Яғни 15% ол қанша грамм болғандығы. Ол үшін пропорция құрамыз. 200 граммды ерітінді бізде жалпы. Демек оны 100% деп 15%да қанша грамм болғандығын анықтаймыз. Осы жерден 215-ке көбейту 100-ге бөлген кезде 30 грамм шығады екен. Бұл 30 грамм шықты. Демек, 30 грамм натрий хлориді ерітіндіге қосылған. Енді 40 грамм суымыз бар. 200 грамм ол ерітінді еді. Ол ерітіндіге әкеп тағы 40 грамм су қосылып тұр. Демек, масса ерітіндіні табу үшін жаңаға 200 граммға қайтадан сырттан келген 40 грамм суды қосамыз. Өзі 240 болады. Міне, бұл 240 дегеніміз жалпы ерітіндінің массасы. Осы 240-та ерітіндің массасын орнына қойып, 30 граммда еріген заттың орнына қойып, біз натрий хлордың массалық үлесін тауып аламыз. Кеттік формула салайық. Массалық үлес натрий хлориді тең. Біз тауып алдық, ол бізде 30 грамм екен, 15%-дағы таза массасы 30 грамм екен. Ал жалпы ерітіндінің массасы ол 240. Бізде оқушылар осы жерде 200 граммды алып қойымыз.
ол кезде жауап қате шығады де. 200 грамм емес, бізде 40 грамм судың да қосылған айтты. Сонда 200-ге 40-ты қосып алдым, ұмытпаңыздар. Көбейту 100. 30-ды 240-қа бөліп 100-ге көбейткен кезде 12,5% шығады екен. Демек, жауабы массалық үлесі натрий хлордың ерітіндегі тұздың массалық үлесі 12,5%-ға тең болады екен. Кетті, келесі есебіміз. Мына 150 грамм су және 50 грамм тұздан тұратын ерітіндегі тұздың массалық үлесін есептеймін дейді. Мына негізі сәл ақырын мұқият оқысаңыздар оңай, иә. Өйткені мына жақта суға тұзды қосқан. Су бізде еріткіш, ал тұз еріген зат. Мына қараңыздар, мынау бізде су. Яғни 150 грамм су. Мына жақта стаканда 150 грамм суыңыз бар. Сіз оған 50 грамм тұз қосып жатсыз. Иә? Суға тұзды қостыңыз, екеуін араластырдыңыз, бір текті қоспа пайда болды, иә? Яғни тұзды су пайда болды. Бұл жерде тұз, су арнайы бөлек-бөлек көрініп тұрған жоқ, бір келкі пайда болды. Осы барлығы, осының дайын болған қоспасы, ол үшін бізде ерітінді деп аталады. Еске түсіңіздер, ерітінді деп аталады. Демек, ерітінді осы екеуінің қосылғаннан кейінгі шыққан жалпы зат, иә, ерітінді дегеніміз. Демек, еріткіш, масса еріткіш қосылған масса еріген зат тең болады масса ерітіндіге. Масса ерітіндіге. Енді орындарына қойық оқушылар. Еріткішіміз ол бізде су, иә? Белгілі бір затты ерітетін зат, еріткіш су. Су қосылған масса еріген зат, ол сол суға келіп еріген ол тұз. Тең болады ерітінді. Так, сразу судың массасы бізде 150, оған қосыңыз 50 грамм суды, шығады 200 грамм ерітінді. Демек, ерітіндінің массасы 200 грамм екен. Масса ерітінді 200 грамм. Енді бізге не табу керек? Масса үлесін табу керек. Кеттік. Масса үлес тең. Так. Еріген зат бізде тұз. Демек, тұздың массасы 50 грамм. 50 граммды бөлеміз ерітінді массасына, ол бізде 200 грамм. 200 грамм көбейту 100. Міне осылай орнына қоясыздар. Сол кезде бізде ответіміз шығады. 50-ді бөлеміз 200-ге, көбейтеміз 100-ге, шығады 25%. Демек, ерітіндегі тұздың массалық үлесі 25%-ға тең болады екен. Келесі есеп. Кетті, мына бізде соңғы есебіміз. Соңғы есеп 500 мл 0,1 молярлы калий нитраты ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм калий нитраты керек дейді. Ал шығарайға 500 мл дейді. 500 мл болса, бұны сразу литрге айландырып керек оқушылар. Калий нитраты дейді. Жазып алайық. Молярлы берілген, яғни концентрация калий NO3 тең болады 0,1 молярлы. Енді 500 мл дейді. Көлем калий NO3 500 мл сразу литрге айландырайық. Қанша болады? 500 мл литрге айландырсақ 0,15 литр. Бізге литр керек. Енді оның бізге формула бар, формула жазайық, концентрацияны табу үшін. С тең массаны бөлеміз М көбейтілген В-ға, көлемге. Мына моляр масса, мынау В көлем. Мына концентрация, кішкентай М оның массасы. Бізге табу керек осы М-ді. Осы М-ді табуымыз керек. Енді бұнда моляр масса керек екен. Есептеп жазып қойып, моляр масса калий NO3-кі, калий нитраты қанша болады? Калийдікі бізде 39, оған қосамын 14-ті, оған қосамын 48-ді. 39 қосылған.
14 қосылған 48 шығады 101. Демек 101 грамм мол екен. Енді орнына қояйық. Концентрация бізде 0,1 молярлы, 0,1 тең. Мына бізде масса X әлі табымыз керек. Үлкен емнің орнына 101-ді қоямын. Көбейтілген 0,5 литр. Енді осы жерде массамыз қаншаға тең болады? Так, масса тең. 0,1-ді көбейтеміз 101-ге, оған көбейтеміз 0,5 литрді. Кеттік, 0,1 көбейтілген 101 көбейтілген 0,5. Шығады 5,5 грамм. 5,5 грамм болады екен. Сонда болар жауап. Калий нитратынан бізге 5,5 грамм керек екен ерітінді дайындау үшін. Жауап осы. Так, дұрыс көбейттік қоя. 0,1-ді 101-ге, 0,5-ге көбейттім. Табір көбейтейінші. 0,1 көбейтілген 101 көбейтілген 0,5. 5-5 дұрыс оқушылар. Так, түсінбей жатсаңыздар, тағы да қайталап көріңіздер. Түсініксіз болса. Егер сіздердің тыжыларыңызда бұған сәйкес келмей жатса, бұған ұқсамаған болса, мен алмаған болсам, мен маған келгендерін алдым оқушылар. Ондай болса, осы жерде менің парақшаларым, номерім тұрады, жазыңыздар. Бұйыртса барынша сіздерге көмектесемін. Барлық сұрақтар бойынша менің WhatsApp нөмірім 747-672-1135 нөміріне жазыңыздар. Болмаса Instagram, Telegram парақшаларға жазыңыздар. Сол жақта да оқушылардың жіберген тыжыларына жауап беріліп жатады. Жақсы. Барынша осы көргеннен кейін сабақты басқа достарыңызға да бөлісуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, барынша қолдау көрсетіңіздер.